жаңа оқу жылына қанша балаға бересіздер? Мынау компьютер болсын, планшет болсын. Компьютер 62 отбасына берілді. Алдағы уақытта біз кәсіп демеушілердің, кәсіпкерлердің көмегімен 20 шақты балаға жоспарлап отырмыз. Планшет беруге. Иә, планшет беруге. Енді бірінші сыныпқа өз еріктерімен, өтініштермен қанша бала сабаққа келмек? 18 оқушы дәл қазіргі уақытқа дейін ата-ананың өтінішімен өтініш жазып беріп отыр. Бірінші сыныпта қанша бала оқиды? Бірінші сыныпта енді дәл бүгін келгенде күнделікті келіп жатыр, дәл нақты санын. Мақұл, алдындағыға дейін. Соңғы ақпарат бойынша білесіз бе? Соңғы ақпарат бойынша 60-тай. 60-тай оқушының ішінен 18-ді. Енді осы пандемияның салдарынан енді екінші, үшінші, төртінші сынып оқушылары қалай? Екінші, төртінші сынып оқушыларына біз әр отбасына жеке-жеке сынып жетекшілер әлеуметтік педагог хабар берді. Ата-анаға әр сыныптан 2-3 оқушыдан ата-ана өтініш жазып жатыр. Қазіргі уақытта қабылдау жұмысы жүргізіліп жатыр. Енді сіздер Амангелді ауылындағы жаңа оқу жылындағы дайындық туралы мектеп директоры білдіңіздер. Енді ары қарай біз аудан бойынша басқа мектептерде осындай сұхбат жүргізетін боламыз.